Соның кесірінен бала өмірге әкеле алмайтын мүмкіншіліктер болып жатады. Жұмыртқаның дұрыс дамымауы, кішірейіп қалған жұмыртқадан баланың болу болмауы екі талай. Осы ұрықты өлтіріп тастау қаупіне ие болып табылады. Ассалаумағалейкум, менің оқырмандарым. Мынау ер азаматтардың мынау үйленіп, отбасын құрғаннан кейін көптеген жағдайлар болып жатады. Соның ішінде мынау өмірге бала әкеле алмау мүмкіншіліктері болмай, ұрыс керіс жүріп жатады. Соның ішінде мынау бірінші әйел азамат барып тексеруден өтеді ғой. Оған бәрімізге мәлім. Ол кісі тексеруден өтіп, емделіп гинекологтан. Ешқандай кінәрат әйел азаматта болмаған жағдайда ер азаматты тексеруге жібереді. Соның ішінде кейбір жанұяларда ер азаматтардың денсаулығының болмауына байланысты соның кесірінен бала өмірге әкеле алмайтын мүмкіншіліктер болып жатады. Соған мынау урологиялық және андрологиялық аурулардың көпшілігі осы ер азаматтарда өмірге бала әкеле алмауға септігін тигізіп жатады. Соның ішінде ең негізгі деген факторларға тоқтала кетсек, яғни еркектік факторлар. Еркектің кесірінен баланың болмауы, сапасының түсіп кетуі келесі мынау жазып қойған тақырыбынан біле алатын боласыздар. Олай болса, бірінші кеттік, туа пайда болған ақаулардың, яғни ер азаматтың бойында туа пайда болатын болса, яғни туғаннан, ол қандай болуы мүмкін? Мүмкін хромосомалық аурулар душар болуы мүмкін. Анасынан берілуі мүмкін, тұқымнан берілуі мүмкін. Соған байланысты, оның ішінде атап айтсақ, Даун синдромдары, Клайнфельтер деп айтамыз, XY хромосомаларды енді білетін шығарсыздар. Мынау биология пәнінен айтып өткен болатын, барлық жерде оқытып. Сол жердегі осы синдромдардың кесірінен хромосомалық аурулардың ақаулары осы баланың ерлерде болмауының бірден бір себебі болып табылады. Өйткені хромосомалардың сәйкес болмауы, болмаса Y хромосоманың, болмаса X хромосоманың көп болуына байланысты бала болмауға қайшы себеп болады. Және келесі екінші тоқталатын себептердің бірі бұл жұмыртқаның дұрыс дамымауы, яғни гипоплазия яичек еркектерде болатын. Аталық без қалыпты жағдайда жетілген қалыпты бездің жағдай нормасы 3 см, 4 см болу керек. Ал енді бұл бала кезде крипторхизм ауруына, болмаса монархизм ауруына душар болған балада мынау жұмыртқа ен дұрыс жетілмей қалып, өспей қалып жатқан себептер бар. Соған байланысты ол кішірейіп қалған жұмыртқадан баланың болу болмауы екі талай. Соған байланысты екі жақтық гипоплазия болатын болса, ол да ұрықты өндіріп шығару қабілетіне ие болмайды. Соның кесірінен осы бала болмай жатқан себептер осы болып табылады. Және мынау ұрық жолдарының бітелуі дейміз, обструкция. Бұлай дейтін себебіміз мынау көптеген жыныстық аурулардың 80% осы еркектің ұрықты шығару жүйесінде каналдардың бойының бітеліп қалуын, обструкцияға алып келуі осы баланың болмауына алып келетін себептің бірі болып табылады. Олай дейтініміз, мынау ұрықтың сапасын төмендетіп жібереді. Ұрық болмаса сапасы мынау бітелген жерден, жабыспа болған, спайка болған жерден ұрық дұрыс шыға алмайды. Соның кесірінен де ер азаматтардың ұрықтары нөл болып түсіп кетіп жатады. Және мынау келесі гормондық бұзылыстарға байланысты. Өйткені гормондың маңыздылығы өте жоғары. Бізді басқаратын, біздің гормондарымыз. Мынау тоқтала кететін гормондар айта кетсем, атын айтсам, тестостерон, пролактин, фолликула стимулирующий гормон, лютеиндеуші гормондардың маңыздылығы осы әйел азаматтардың денсаулығы үшін ол гормондар. Мынау овуляцияның уақытылы келуін, менструация циклдің қалыпты болуын қамтамасыз ететін гормондар болып табылады. Ал бұл еркектің организмінде де бар гормондар. Бұл гормондар еркектер үшін сперматогенез процесін реттеп отырады. Олай дейтініміз ұрықты өндіретін гормондар болып табылады. Соған байланысты бұл гормондардың маңыздылығы өте жоғары. Аз болуы мүмкін, көп болуы мүмкін. Соған байланысты ұрықты өндіруі осы гормондарға байланысты болып табылады. Келесі тақырыпқа, келесі мынау себептердің бірі жыныстық аурулардың болуына байланысты, сонымен асқынуына байланысты. Осы ерлерде ұрық сапасының төмендеп кетуі 80%-ке жуық осы жыныстық аурулардың асқынуларына байланысты болып келеді.
Атап айтатын болсақ, енді ол мынау қуық асты безінің аурулары, простатит аурулары, оған алып келетін мынау жыныстық инфекциялардың түсуі, хламидиоз, мынау трихомониаз, гонорея ауруларының асқынулары осы ұрықты өлтіріп тастау қаупіне ие болып табылады. Және де мынау визикулит аурулары, ол дейтініміз ұрықтың жүретін каналдарының бойындағы ақаулар болатын болса, ол да мынау ұрықтың сапасын төмендетіп жібереді. Және де мынау эпидидимит дейміз, еннің қосалқысының қабынулары. Өйткені білесіздер, осы аталық без, яғни енде сперма жиналады. Одан кейін барып мынау еннің қосалқысына сол жерде пісіп жетіледі. Соның кесірінен сол жерде егер ақау болатын болса, жабысып ауру болатын болса, сол жерде гибель сперматозоидов, яғни сперматозоидтардың өлуіне алып келетін себеп осы аурулардың кесірінен болады. Мынау бүгін айтып өткен өте қысқа түрде сіздерге түсінік болу үшін мынау себептерді тізіп жазған болатынмын. Бірақ бұдан да көптеген себептер бар. Алдағы уақытта бұл басқа да себептерге тоқталатын боламыз. Бүгінгі видеомыз сіздерге ұнаған болса, астына комменттер жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Зейін қойып бізбен бірге тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.